И ассалаумағалейкум достар, сіздер мен осы видео түсірейін жасам осы балалар деген бақырады ғой, әдейі максимально мешать етеді маған бар ғой, театрдың жындыларымен. В общем, тезде айтып тастайын. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Жақсыбай. Осының алдында мен видео шығарған болатынмын. 5 минутта дайындалатын тағам деп, ол құймақ болып шықты. Действительно, көбісіне ұнаған, көбісі жасап қараған. Кім көрген жоқ, сол видеоны қарап кет. Бүгін бізде тоже өте оңай тағам болады, бірақ ол деген құймақтың қасында өте тәтті болады. Потому что қазақтар нені жақсы көреді? Қазақтар етті жақсы көреді. Бүгін біз кәуапты дайындайтын боламыз. Бүгін деген біз кәуап дайындайтын боламыз. Сендерге мен деген шеге кезіндегі еттен, құр еттен бастап, қалай мариновать ету керек, не зат қосу керек, қалай пісіру керек, бәрін сендерге көрсететін боламыз. Және соңында дәмін көріп сендерге айтатын боламыз. Дәмді шықты ба, дәмді шыққан жоқ па, кеттік, бастайық. В общем, достар, бізде семья үлкен, сондықтан мен кішкене көбірек окорочканы алдым. В общем, мынау біздің окорочка дайындалатын. Көбірек дегенде, ну, пойдет, короче. 6 штук окорочка алдым. Шынымды айтсам, бұндай мариновкамен жасап көрген жоқ. Қазір бірінші жасайын жатыр. Мынандай приправа бар ғой, бұл реклама емес. Осындай приправаның артында жазылып тұр екен, оказывается. Шашлык, лимонмен және де минералкамен. Ең оңай ингредиенттер. Міне сендерге көрсетейін. Сразу паузаға басып, осын жаттап алыңдар. Бізге керегі, мысалы да, 1,5 килограмм етке тек қана осындай приправа керек, біреу, в общем, және де 3-4 жуа керек. Минералка қажет. Газированный, ол бізде не тұр, минералка, қазір қосатын боламыз. Ең басты да осы окорочканы аламыз да, в общем, міне, допустим, окорочка. Осындай кусоктан турап тастаймыз бәрін, кеттік енді. В общем, достар, міне окорочканы осындай кусоктармен кестік. Примерно осындай кусоктарда жарап қалады. Өткен окорочкалар действительно үлкен болды. Ну, нормально, короче, куски примерно. Осылайға турап тастаймыз ең бірінші. Енді осындай приправа салатын боламыз. Міне мынау ашылған. Так, приправа салдық. Енді осының үстіне жуа салатын боламыз. Луковое колечко турап кеттік. Так, достар, міне біздің 4 жуа, в общем. Осы 4 жуаны енді луковое колечко осылай турап бәрін салатын боламыз. Достар, жаңағы неде рецептте айтылмаған лимон туралы. Мен өзім лимонды от себя хочу добавить. Лимонмен жақсы мариноваться етеді деп ойлаймын. Ең басты тұз салайық. Короче, осындай шықты пока что. Енді осы жақсылап мариноваться етілетін болады. Осындай мальчик аламыз да. Холодильникке салып қойдық. Сағат деген бізде 6:30. Кем дегенде 8:30-ға дейін тұру керек. Кем дегенде 2 сағат. Ал енді біз пока что кеттік. Бүгін мен батыста қар жауып кетті. Ауланың қарын тазалау керек. Қараңдар. Есік алдында қар жауып тастаған. Осы қарды қазір біз тазалайтын боламыз. Әлде қар жауып тұр негізі. Кеттік бар, тезет қар тазалатсақ енді. Естеріңізде бар ма осы аппарат? Қоса алмай аузым ұрылды ғой.
кім көрген жоқ осы выпусты. Немесе мына выпуск, мына бір аппарат туралы кім толығырақ көргісі келеді, қалай жұмыс істейтінін, қалай ауланы тазалағанымды міне кіріп қарап кетіңдер. Өте қызықты выпуск деп ойлаймын. Ал біз кет тездетіп ауланы жинап тастайық. Так, достар, міне мына жерлерді в принципе атып тастадым. Біздің бүгін шашлык дайындайтын жеріміз ол міне бір жер. Міне бір мангал, шашлык дайындайтын осыған дайындаймыз міне. Өзінің несі. Так, енді бізге керегі осы жердің қарын атып тастау. Мына жерде біраз қар жатыр. Бұл жер неге бұл жер деп тұрмын? Өйткені бұл жерде бізде свет бар. Міне керемет свет. Қазір осы жердің қарын атып тастаймыз. Достар, короче, міне мына жердің бәрін тазалап тастадым. Бұл жерде кәуапты дайындайтын боламыз. Қазір ішін ағашпен және де шоқпен толтыратын боламыз, күлмен деп ғой. Ал енді мен мына аппаратпен айна бір ауланың есік алдын бәрін тазалап тастаймын. Өткені қазір үйдегілер келеді. Давайте кеттік. Так, достар, ауланың бәрін тазалап болдым. Мына аппаратты кіргізіп тастадым. Короче, міне қараңдар аула. Там жақсы болып қалды негізі. Вот, в общем, ауланың бәрін, есіктің бәрін атып тастадым. Ал осының бәрін мен қолмен ататын болғанда, ойбу, аузым ұрылатын еді. Так, енді бізге қалған шаруалардан ол уголь керек, және де ағаш керек. Міне бізде уголь бар. Енді мына бір ағаштарды осы лобзикпен турап тастайтын боламыз, және де мариновканы күтіп тастаймыз. Болды, кеттік лобзикті кесіп тастайғанда. Сәлем достар, в общем, кеше бізде кешкі ас ішіп алдық та, қарнымыз тойып кетті, сосын тамақ жеген жоқпыз. Енді мариновканы шашлыкты бүгінге алып қалдық, потому что мариновка ұзақ тұрса, ол өте дәмді болады. Міне біздің мариновка. Кешеден бері холодильникте тұрды. Иісі деген мощный екен. Осын дайындап, бұйыртса. Кешкі ас істейміз, кешкі асқа еще гарнирға картошка жасаймыз. В общем, жынды болайын деп тұр. Достар, біз походу бүгін осындай темппен шашлык жей алмайтын шығармыз. Неліктен десеңдер, суши заказ бердік. Кім сушиді жақсы көреді, солар лайк басып кетуіңізді сұраймын. Давайте, кім тамақ жей жатыр, ас болсын. В общем, достар, сағат деген 9-дан кетті кешкі. Біздің жаңа қарымыз ашып жатыр. Бағана сушидан кейін міне балдарды алып шықтым. Бұл менің үлкенім, қазір кішісі шығады. Қазір барып, ана жерге барып, шашлык дайындайтын боламыз. Міне ағаштар шауып болдық. Жағайық. Звук отсек сонда да. Bismillah. О, керемет. Барон, отыршы столға, орын бердім саған отырсын деп. Не істеп жатсың қарда? Тұр түз. Тұр. Тұр дедім саған. Отыр столға. Так, достар, біздің шашлык пісті. Міне, в общем, аппетитный дәмін қарадым, мықты болды. Үйдегілерде уже күтіп қойған шығар, бәрім қарны ашып. Күтіп отырға бәрі кәдімгі. Кеттік, үйге алып барайық.
бізде жейміз, да? Да, пойдем домой, да? Аха. Мә, достар, мен есімнен кетіп қалыпты ғой, видео түсіріп жатқан. Үйге келіп тамақты опырып жатыр. Міне шашлыкты бәріміз жеп жатыр. Өте дәмді болды. Жоқ көсін, Сұлтан? Өте дәмді болды. Міне біздің, короче, шашлык. Мощный, смачный. Өте дәмді. Давайте, достар, осылай істеп, шашлык жеп, үйінділерін қуандық, бірге тамақ жейді. Ал енді Египеттен келдің ғой, бір-екі сөз айтып жібер енді. Египет қалай? Не айтасың Египет туралы? Жақсы Египет, күндіз ыстық, кешке ыстық. Мысыр дей ма, қазақша Египетті? Мысыр арабша. Қазақшада Мысыр дейді ғой. Асойшы. Күшті ма? Күшті. Салқында кешке. Шай ішейік күндіз. Ертең өзіміз барып шай ішейік. Тетя пришла, поцелуй. Иди, тетя, поцелуй. Ты что? На, Билал. Одевайте. На, рахмет. Обязательно вас не видно. Тойға юламын. Че қалай Египет жақсы ма? Айтпай ақ қояйық иә негізі. Это, так как маски у нас нету. Я уже не видела, я буду как раз. Да, не надо ртом дышать, одеваешь и дышишь спокойно. Да, я знаю. Это от коронавируса, что ли? Бассейн откроют сразу, как А. Сейчас, подожди. На, держи, на. Покажи, Сұлтан. Қара маған. Мынау суда киетін да? Да. Жынды ма? Так, және де достар, қарындасым осындай Египеттен мисктар алып келген, мұсылманский, халяль, спирті жоқ, иістері өте керемет. Түрі осындай екен. Сенің көзінше дайындап береді де айтады екен. Адамның көзінше дайындап береді. Так, Египетте міне осындай пахлавалар келген, в общем. Міне. Натуральный. Күшті. Шай ішуге конкретно нормал. Міне, короче, осындай футболка алып келді Египеттен. Қара маған, Раян. Оу! Раян.